Еліміздің шоу-бизнес жұлдыздарында өз балаларына шетелдік есім беру сән болған. Айта кетер болсақ, әнші Лидо бөбегіне Риана деп әдемі есім берсе, Мұрат Мұтырғановтың ұлы ағылшындық Майкл есіммен ерекше. Сондай-ақ әйгілі велоспортшы Александр Винокуров ұлдарына француз және грек мәдениетінен алынған Николя және Ареску есімін таңдаса, әнші Мақпал Исабекова бүлдіршініне ақш-тың 26-шы президенті Рузвельттікіндей Теодор есімін беріпті. Аталған жұлдыздардай шетелдік ерекше есімдерге қызыққан семейлік жас отбасы дүниеге келген сәбилеріне есімді жапониялық мәдениеттен таңдаған. Тұңғыш бөбегіне Йокогама есімін берген сәбидің ата-анасынан тілшіміз сұхбат алып қайтты. Баяғыдан өзім шығыс мәдениетіне, оның ішінде жапон мәдениетіне қатты қызығам. Сол жақтан шығатын дөңгелектердің құрметіне қойдым. Йокогама сияқты мықты, абыройлы, ең бастысы тоқтау керек жерде тоқтап, басу керек жерде никогда тормозить етпесін деген оймен Йокогама деп қойдық. Бураш Дөңгелеков, Регина Колесова, Бугебаев, Сезонов, ПТК арнасы.